Құрметті әлеумет, халық қалаулылары сол халықтың тілінде сөйлесін деген ұсыныс талап тарихи тұрғыдан өте өзекті деп ойлаймын. Осыған дейін біздің парламентіміз заңдарын өзге тілде, Ресей тілінде қабылдап келді. Сөйтіп, оларға қарап өзге шенеуніктерімізде құжаттарды орысша толтыратын болды. Сөйтіп, қазақ тілі 30 жыл бойы Қазақстанда екінші тіл болып қалды. Өзінің мемлекеттік мәртебесіне шықпады. Біз кейбір шетелдік сайқымазақтар Қазақстанда күлкі қылып жатса, намыстанамыз. Ал енді шынтуайтына келгенде 30 жыл бойы орыс тілінде заң қабылдап келген парламент ол күлкі тудырмай ма? Ол қай елдің парламенті деп сұрамай ма өзге жұрт? Қазақтың парламенті болса, ол неге қазақ тілінде заң қабылдамайды деп сұрамай ма? Қабылдай алмайды десе, ол күлмей ме? Демек, кім бізді күлкі қылып отыр? Біз өзімізді өзіміз күлкі қылып отырған болдық. Bir söz var, билік қай тілде сөйлесе, халық сол тілде сөйлейді деген. Ендеше билік өкілдері, мемлекеттік қызметкерлер мемлекеттік тілде сөйлеу керек деген әңгіменің шығуының өзі күлкілі. Ол аксиома емес пе? Ол қандай мемлекет өз мемлекеттік тілінде сөйлемейтін болса билік? Ол қандай мемлекет? Осы сұрақты қоюға керек еді. Күн сайын қою керек еді біздің биліктегі азаматтар, депутаттар. Қандай мемлекет бұл өз тілін білмейтін? Неге ондай өз тілін білетін билік өкілдерін бұл халық неге сайламайды? Неге бүгін осындай сайлау алдында отырмыз? Яғни уақыт келді, бұны саясатқа айналдырмай, айғай-шуға айналдырмай, осы біздің енді сайланатын, жаңа сайланатын депутаттарымыз ең алдыменен мемлекеттік тілді білу керек деген талап қойғымыз келеді. Бұл өте заңды талап. Осыны бүкіл билік деңгейі қолдайды деп ойлаймыз. Рахмет.